Қайыркен Зере Аянқызы. Менің жобамның негізгі мақсаты Қостанай облысы Арқалық қаласының экологиясы, жер қойнауындағы боксит, оның құрамы, адам ағзасына тигізер әсерін меңгеру, боксит түрлерін зерттеу және олардың құрамын анықтау арқылы көптеген мәліметтер жинап, қаламыздың боксит өндірушісі орнына барып, жұмысшылармен және геологтармен кездесіп сұхбат алу. Барлық жиналған материалдардан осы қазбаның ерекшелігі мен қасиетін анықтау, тарихи деректермен танысу, жинақтау, ой қорыту. Жұмыс жасау барысында қосымша әдебиеттермен, жаңа технологиялық ғаламтор материалдарымен жұмыс жасау. Табиғат адамзат өмір сүріп жатқан орта, ортақ үй, ортақ мекен. Адам мен табиғат егіз ұғым. Ағаш жапырағымен, жер топырағымен көрікті дейді дана халқымыз. Табиғат көркейіп, желегі жасыл тартса, адамның да тынысы кеңейіп, көңілі көтерілері анық. Қоршаған орта мен табиғат адам денсаулығы үшін таптырмас асыл дүние, шипалы мекен ортасы. Бұрын Торғай облысының орталық болған Арқалық бүгінде еліміздегі көптеген моноқалалардың қатарында. Бірақ қала шағын болғанымен, бұл Қостанай облысының негізгі аграрлы индустриялық өңірлерінің бірі болып саналады. Мұнда Қазақстан алюминийі акционерлік қоғамына қарасты Торғай боксит кен басқармасы болды. Боксит құрамында алюминий оксиді, кремний оксиді, темір оксиді және де басқа металдардан тұратын тау жынысы. Павлодар алюминий зауытында саз балшылықты өндірудің шикізаты ретінде қазақстандық бокситті пайдаланады. Алюминий зауыттарының көпшілігінде негізінен темір, алюминий, титан оксидтерінен және басқа да пайдалы металдардан тұратын қалдықтар пайда болады. Бұл қалдықтар қызыл шлам деп аталады. Бокситті тазарту кезінде Байер процесінде таза алюминий оксидін алу процесі глинозем өндірісінде пайда болады. Алюминий тотығы алынған қызыл шлам сілтімен ластанған, сондықтан қоршаған орта мен адамға қауіп төндіреді. Егер ол теріге түссе, ол коррозияны бастайды. Қызыл шламның экологияға әсері табиғи ортаға зиян келтіреді, сирек және көп жылдық өсімдіктерді жояды. Қызыл шлам төгілгеннен кейін топырақты қалпына келтіру үшін құрамына күл, құм, шымтезек қосып, содан кейін көп жыл өткеннен кейін ғана пайдалану керек. Қызыл шламның адамға әсері. Бірінші, теріге түсіп қызыл шламда орналасқан сілті коррозия, күйік тудырады, шырышты қабықтарға әсер етеді. Екіншіден, түрлі өкпе, бронх ауруларын тудырады. Осы жобаны зерттеу барысында мен боксит туралы көптеген қызықты мәліметтер жинап, қаламыздағы боксит өндіруші орталық болған мекемеге барып, бас геолог Табетов Ерлан Султановичпен кездесіп сұхбат алдым. Добрый день, меня зовут Табетов Ерлан Султанович, я работаю в Тургайском институте управления главным геологом. За время работы в ТБРУ, то есть сам процесс работы в ТБРУ происходит, это горные работы. Добыча боксита производится оборудованием ЭГГ-5А, то есть 5-кубовый экскаватор, прямая лопата. Бокситы собой представляют разные виды бокситов. Это у нас есть бокситы сухаристые, бокситы рыхлые, бокситы каменистые и бокситы глинистые. На товарную продукцию бокситы и огнеупорные глины каждый год происходит исследование на радиационный фон. То есть, если эти бокситы глина, они радиационные. Нет, мы проводим и не обнаруживаем, потому что когда дают нам уже результаты, они получаются 3-го класса, то есть они в допуске, то есть радиофона нет. По экологии тоже нет подтверждений, поэтому полностью по ТБРУ в экологическом отношении все хорошо. Сұхбат барысында
бокситтің тигізер әсерін айтып кетті. Тастың адам ағзасына әсерін анықтау мүмкін емес. Улы қоспалардың болуына байланысты зиянды әсер ету формалары бар екенін, бірақ кеннің көптеген қасиеттерінің әлі зерттелмегендігін ашып айтты. Экология мен қоршаған ортаға тигізер зияны жоқ. Бұл да біздің моноқаламыздың өсіп-өнуі мен дамуының көркеуіне еш кедергі жоқ екендігінің дәлелі дегім келеді. Алынған көптеген мәлімет негізінде жобамды жазып, қорытынды жасай алдым деп ойлаймын. Алдағы уақытта осы мәліметтермен ғана шектелмей, тақырып негізінде лабораторияларға барып, өз қолыммен толық зерттеу жасаймын деген сенімдемін. Назарларыңызға рахмет.